Достар, бүгін сіздермен шоколадтан букет жасайтын боламыз. Бізге керегі осындай шоколад, оны микроволновкада ерітіп алып, арнайы үстіне бояу салып, оны араластырып, арнайы кондитерлік пакетке салып алып, формамызға құйып, морозильникке қатырып қоямыз. Мен екі түрлі түспен шоколадтан букет жасадым. Оның біреуі розовый, екіншісі сары. Мен бұл жерде сары түсті пайдаланып шоколад жасап жатырмын. Шоколадымызды формамызға салып, холодильникке қатырып қоямыз. Холодильникте шоколадты 15 минуттан кейін алып, оның үстіне шпажка тығып, тағы да салып қоямыз. Шоколадты гүлдеріміз дайын, енді оны скотчпен жинаймыз, яғни букет жасаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар, скотчпен орап, әдемілеп букет жасасаңыздар болады. Енді оның сыртын осындай арнайы бумаганы қиып алып, өзіңіз қалаған түсте сыртына орай бересіздер. Мен видеода көріп тұрсыздар, розовый мен прозрачный түс алып, екеуін араластырып, әдемі букет жасадым. Менің букетім дайын болды. Мен оны сіңіліме туған күніне жасадым. Сіңілім 13 жасқа толып жатқандықтан ерекше өз қолымнан сыйлық жасағым келді. Достар, сіздер де осылай сыйлық жасасаңыздар болады. Ең жақсы, қымбат сыйлық ол қолдан жасалған сыйлық дейді. Менің сыйлығым сіңіліме ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналымды қолдап кетіңіздер.